Қайырлы күн, құрметті әріптестер. 21 ғасыр жедел өзгеріп жатқан заманға бейімделуге мүмкіндік беретін түбегейлі өзгерістерді енгізуді, өз кәсіби шығармашылығымызды шыңдауды талап етеді. Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек қана жаңа тұрпатты педагог қалыптастырады. Қазіргі таңдағы негізгі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім, ой тұлғасы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны, яғни еліміздің елжанды азаматын қалыптастыру. Ұлылар мұрасы және заманауи білім тақырыбындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің бірінші халықаралық форумында біз бүгін дөңгелек үстел ұйымдастырып отырмыз. Бұл дөңгелек үстелге Назарбаев зияткерлік мектептерінің, яғни Петропавл қаласы мен Алматы қаласының мұғалімдері қатысып отыр. Және де бізбен бірге педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері қатысып отыр. Бүгінгі дөңгелек үстел басында осы мәселелер аясында ой қозғап ортаға саламыз. Бірінші сөзді Абай жолы роман эпопеясында рухани құндылықтар кеңістігі тақырыбында Мұқанова Сәулет Серікқызы, Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғаліміне беріледі. Әдебиеттің алтын ғасыры 20 ғасырда қазақ әдебиетінің заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов бүкіл қазақ халқына қайталанбас алтын қазына сыйлаған болатын. Ол әрине де Абай жолы. Абай жолы роман эпопеясындағы құндылықтар туралы сөз етпес бұрын, жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқу бағдарламасындағы құндылықтарға тоқталуды жөн көрдім. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептері барлық пәндерді оқытуда алдарына маңызды деген құндылықтарды атап өткен болатын. Ол құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм, жауапкершілік, еңбекке баулу және өмір бойы білім алу. Бұл құндылықтар оқушылардың бойында дағдылар арқылы жүзеге асырылады. Ол дағдылар, яғни шығармашылық пен сыни тұрғыдан ойлау, коммуникативті болу, түрлі мәдениеттер мен салалануан пікірлерге құрметпен қарау, жауапты болу, көпшіл мен қамқор болу, өмір бойы үздіксіз білім алу. Жалпы белгіленген құндылықтар аясында зияткерлік мектептердің білім беру мақсаттары үйлесімді қалыптаспаған, жан-жақты дамуға қажетті дағдыларды меңгерген, жоғары білімді, шығармашылық тұлғаны дамытуға қолайлы білім беру кеңістігін құру болып табылады деп көрсетілген ниш программ Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының оқу бағдарламасында. Абай жолы Дархан дала тарихының қайталанбас полотносы жасаған әлем әдебиетіндегі шоқтығы биік туынды. Жалпы қазақ әдебиетін оқыту туралы ниш программда қазақ әдебиеті пәні оқушылардың оқылым дағдыларын дамытуға, дүниежүзілік әдебиет пен мәдениетті оқып білу тәжірибесінің негізінде әлеуметтік бейімделуге көмектесетін білім, білік дағдыларын меңгеруге, ғылым мен мәдениеттің заманауи дамуына сәйкес әлемге деген тұтас көзқарас қалыптастыруға, қоршаған болмысты тану құралы ретінде әдеби мұраның құндылығы және дүниежүзілік мәдени мұраның бөлігі ретінде ұлттық әдебиеттің құндылығын түсінуге бағытталған. Осы құндылықтардың ішінде отбасы құндылығына ерекше көңіл бөлуді жөн көрдім. Жалпы Мұхтар Әуезов өзінің Абай жолы роман эпопеясы туралы Абай және Абай жолы романдарын жасау менің творчестволық өмірімдегі сүйікті ісім десе, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне қазақ халқының болашағы үшін қазақ ұлтының құндылықтарын қалыптастыруда Абай жолын оқыту соншалықты сүйікті істердің бірі болатынына күмәнім жоқ. Жалпы Абай жолы роман эпопеясы біздің ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңірген бірден бір шығарма екені талассыз дүние. Соның ішінде отбасы құндылығы, отбасындағы әке тәрбиесі, ана тәрбиесі, тағы сол сияқты жақтарды қарастыру Абай жолы роман эпопеясының басынан аяғына дейін тұнып тұрған алтын қазына. Осы ретте Абай жолы роман эпопеясындағы құндылықтар сатысын бірнеше бөлікке бөлдік. Ең бірінші ол ақсақалдар мектебі. Егер Абай жолы роман эпопеясына көңіл бөлетін болсақ, Сүйінбай, Бөжей, Құлыншақ сынды кейіпкерлер арқылы біздің қазақ халқының сана сезіміне сіңген ғасырлар бойы қалыптасқан ақсақалдар мектебінің жұмысы көрінеді. Бұл бүгінгі біздің өркендеген 21 ғасырда да өзінің жалғасын тауып жүрген дүниелер. Бүгінгі күнде
біздің басқару жүйемізде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесінде де өзіндік орны бар. Дәл осы қалпында ақсақалдар мектебі деп аталмаса да, өзінің тетігін тауып отырған үлкен мектептің бүгінгі өмірімізде маңыздылығы зор екені көрінеді. Келесі үлкен мектеп ол әулет мектебі. Абай жолы роман-эпопеясында ру жауапкершілігі, бауыр жауапкершілігі, қамқорлық сынды дүниелер осы әулет мектебінде көрініс табады. Әсіресе романды еске алатын болсақ, бөжейдің асын Абайдың жауапкершілікке алып өткізуі, өзінің руының алдындағы жауапкершілікті сезінуі, өзінің отбасының алдындағы жауапкершілікті сезінуі болса, осы шығармадағы бауырлардың арасындағы Әзімбай мен Абайдың қарым-қатынасы, оның інісі Оспанмен қарым-қатынасы, олардың өзінің елінің, өзінің руының, өзінің тобының алдындағы, ауылының алдындағы жауапкершілігі үлкен әулет мектебін көрсетеді. Бүгінгі пандемия заманында әулет мектебінің маңыздылығы біз үшін өте үлкен орынға шығып отыр. Осы ретте әулет мектебі қай заманда да, қай кезеңде де қазақ үшін өзінің маңыздылығын жоймайтын дүние екеніне тағы бір көзіміз жетіп отыр. Келесі үлкен мектеп ол әкелер мектебі. Әрине, Абай жолы роман-эпопеясындағы әкелер мектебінің үлкен көрінісі ол Құнанбай. Құнанбай бейнесі бүгінгі күнде Құнанбайдай әке болмаса екінші Абай дүние келмейді деген тұжырымның дәлме-дәл келгендігін мүмкін дәлелдеп отырған шығар. Кейін Құнанбайдай әкеден туған Абайдың өзі үлкен әке мектебін қалыптастыра алды. Дәл осындай әкелер мектебі бүгінгі қоғамда, бүгінгі отбасылық құндылықтың қаншалықты маңызды екенін көре отыра, бүгінгі біздің замандағы отбасындағы жалғыз басты аналардың тәрбиесін көп көріп отырған балалар үшін әке мектебінің маңыздылығын көрсетеді және әке мектебінің бүгінгі қоғам үшін, бүгінгі мемлекет үшін қаншалықты маңыздылығын бір роман арқылы ғана көруге болады. Құнанбайдай әкенің тәрбиесін көрген Абайдай қазақтың ұлы болса, Абайдың тәрбиесін көрген Абайдың ұлдары да қазаққа, қазақ әдебиетіне, қазақ қоғамына қайталанбас із қалдырғаны белгілі. Келесі үлкен мектеп ол салт дәстүр мектебі. Жалпы Абай жолы роман-эпопеясы, Қаныш Сәтбаев айтқандай, қазақ халқының жарты ғасырлық энциклопедиясы. Осы энциклопедияда бүкіл халқымыздың салт санасы, дәстүрі, әсіресе бүгінгі қоғамда ұмытылып бара жатқан дәстүрлер арқылы оқушыларды қазақ халқының шын мәніндегі, шын туайдындағы рухани дүниесімен таныстыруға болатын үлкен мектеп. Одан кейінгі мектеп әрине аналар мектебі. Аналар мектебі бұған дейін де өте үлкен талқыға түскен, қазақ әдебиетінде Абай жолы роман-эпопеясы бойынша өте көп зерттеулерде тілге тиек етілген мектептің біреуі. Әрине де ол Ұлжан мен Зере, әрине де ол Айғаным, әрине де ол Айгерім бейнелері арқылы танылып келе жатыр. Аналар мектебі туралы айтқан кезде әжелер мектебі, әженің отбасындағы орны, Зеренің Абайға деген қамқорлығы, Зеренің Абайға деген берген тәрбиесі, әженің өзінің немересін жалпы ұлттық әдебиетке баулуы, кейін Ұлжан сынды анадан тәрбие алған Абайдың көрегендігі, Абайдың өзінің отбасына, ошақ қасына емес, елінің азаматы болып қалыптасуындағы атқаратын рөлі, яғни ананың қоғамдағы рөлі туралы осы жерде атап өтуге болады. Әрине де бұл жерде ақындар мектебі туралы айтпай кетпеуге болмайды. Бірақ отбасы құндылықтарындағы ақындар мектебі деген кезде мен ұядан не көрсе ұшқанда соны іледі дейді қазақ. Бұл жерде мен ерекше ақындар мектебі ретінде Абайдың өз тұқымында, өз бауырларымен, яғни өзінің қандастарымен, өзінің отбасындағы ақындық мектептің жалғасуына ерекше тоқтағым келеді. Әрине бұл жерде Шәкәрім Құдайбердіұлы, немере інісі және де өзінің туған балалары Мағауия мен Абдрахманның ақындық мектепке Абай арқылы баулып, Абайдан дәріс алып, Абай арқылы сусындап келуі туралы айтуға болады. Жалпы қоғамның негізгі қалаушысы, қоғамның негізгі құрылымы ол отбасы. Отбасы қаншалықты күшті болса, өсіп жатқан балаларды құрайтын қоғам да денді, қуатты болады. Ендеше бүгінгі күнде Абай жолы роман-эпопеясын тек көркем шығарма ретінде ғана емес,
оны отбасы құндылығының негізін қалаушы, отбасының құндылық ретінде қалыптастыратын негізгі тетігі ретінде қарастырып, сол жағынан балаларға үйрете отыра, балаларға әкенің рөлін, ананың рөлін, ақсақалдардың рөлін, жалпы кез келген отбасындағы әулеттің рөлін және кез келген ұлттың салт дәстүрі оның бірден бір ерекшелік екенін түсіндіре отыра үйретсек, біздің 21 ғасырдың ұрпағы өзінің діні мен ділін, өзінің болашағын тіктеп алатын ұрпақ болады деп сенемін. Рахмет, Сәулет Серікқызы. Осы Абай жолы роман-эпопеясының біздің түлектеріміздің өмірінде де алатын орны ерекше деп ойлаймын. Осыған қатысты өз ойымен Корея Республикасы Пусан ұлттық университетінің студенті, біздің түлегіміз Қастаева Гүлназ ой бөліспекші. Мұхтар Әуезовтың танымал туындысы Абай жолы роман-эпопеясы туралы айтатын болсақ, бұл роман-эпопеяны мен мектепте оқып жүргенде 2 рет оқыған болатынмын. Және де ол кезде алған сезімдерім мен қазіргі алар әсерім біраз ерекшеленеді. Себебі Кореяда жүрген кезде мен кәріс тілін оқуым керек, және де басқа тілдерді бірге алып жүру арқылы мен қазақ тілінің қаншалықты бай, қаншалықты әдемі, көркем тіл екенін қазіргі таңда түсініп жүрмін. Шынымды айтсам, осы Кореяға оқуға түсу туралы шешім маған қиынға соқты. Себебі мен Қазақстанда жолдас жораларым, ата-анамды барлығында ойлап осында түсу арқылы кәріс тілін қалай меңгеремін деген ой біраз мазалаған болады. Және де Абай жолы роман-эпопеясын еске түсіретін болсам, Абайдың барлық сипатталған кейіпкерлермен қарым-қатынасы, оның қандай мінезінің мықтылығы, ата-анасын қалай құрметтеуі, халқы үшін өзінің отбасын ойлағаны туралы ойлағанын еске түсіретін болсам, Абай жолы роман-эпопеясының арқасында мен осындай шешімге келіп, қазіргі таңда жат елде жүрсем де қазақ тілін ұмытпай, өзімнің тілімді, өзімнің жарты ғасырлық тарихты тақырып ететін шығарма туралы ойымды ешқашан үзген жоқпын. Және де бұл шығарманы қанша рет оқысам да әрдайым алатын сезім ерекшеленеді. Себебі әр жыл сайын өзімнің жаңа тәжірибе жинауым арқылы, жаңа мінезді әртүрлі адамдармен араласуым арқылы осы роман-эпопея туралы ойым түбегейлі өзгереді. Себебі бұл шығармада әрдайым бірдей өзгермейтін нәрсе, Мұхтар Әуезов Абайды идеалды тұлға ретінде сипаттаған. Ал кейінірек қарастыратын болсақ, қазіргі заманауи талаптарға сай әр қазақтың жас адамы өзін идеалды тұлға ретінде құрастыра алады. Гүлназ, саған көп рахмет. Біз осы түлектеріміздің өмір жолында, өмірлік ұстанымдарында Абай жолы роман-эпопеясының өзіндік бір орны бар болғанына өте қуаныштымыз. Ал енді құрметті әріптестер, Сәулет Серікқызының көтерген мәселесіне тоқталып өтсуге. Бұл мақалада Абай жолы роман-эпопеясымен байланыстырыла әкелер мектебі, әжелер мектебі, аналар мектебі, әулет мектебі туралы сөз қозғалды. Осыған қатысты сіздер қалай ойлар едіңіздер? Осы аталған мектептерді, біздің мектептерде, сонымен бірге жалпы білім беретін орта мектептерде ашып, соны жүзеге асыру мәселесіне қалай қарайсыздар? Яғни, осы әулет, аталар, әжелер мектептерде ашып, осы мектептерді әрі қарай жүзеге асырсақ. Қандай ой пікірлеріңіз бар? Әрине, қазіргі қоғамға әлбетте осындай мектептер керек деп анық айтуға болады. Өйткені қазір қарап отырсаңыздар, бұл осы әкелер мектебі, аналар мектебі дейміз, олардың кейбір бір жұрнағы деуге болады, кейбір мектептерде бастау алып, енді жандана бастаған сияқты. Бірақ та олардың жоспарына үңіліп қарасақ, толықтай мынау Абай жолы романымен байланыстыратындай деңгейде өтіп жатқан жоқ деп ойлаймыз. Бұл орайда біз нақты осы Абай жолындағы әке бейнесін балаларға үлгі ете отырып, қоғамда сондай мектепті қалыптастырсақ, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Әйгерім әріптесінің айтқанымен мен толық келсем, шынымен де бүгінгі жаһанданған заманда Сәулет Серікқызы айтып отырған мәселе, әсіресе аналар мектебі, әкелер мектебі деген дүние өте ауадай қажет.
анасынан көріп қызы тәрбие алады, әкесінен көріп ұлы тәрбие алады. Сондықтан бүгінгі заманда бұл бастаманы қолдауымыз қажет. Абай жолы эпопеясында Құнанбайдың тәрбиесін көрген Абайды көрдік. Шын мәнінде, егер де әкесі Құнанбай болмаса, Абайдай дана болмас еді мүмкін. Сондықтан бұл бастама үлкен игі іс болар еді. Жақсы әріптестер, пікірлеріңізге рахмет. Өте құнды, қажетті деген пікірлер айттыңыздар. Енді осы отбасы құндылығы деген тақырыпты біз қазір осы оқушыларға ұлттық құндылықты қалай қалыптастырып жатырмыз. Осы мәселені біз келесі баяндамашылардан тыңдап көрсек. Келесі баяндамашылар Мұқанова Сәулет Серікқызы, Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебі директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары, және де осы мектептің кураторлары Жусупова Арай Амантаевна, Қайданова Айгерім Құсайынна, Ыбырай Сымбат Қайратқызы. Тақырыбы: ұлттық құндылықтарды қалыптастыруда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мен Назарбаев зияткерлік мектебінің тәрбие жобаларының сабақтастығы. Қазіргі білім беру саласында оқушылардың бойына ұлттық құндылықтардың қасиетін дарытуда оқу мен тәрбие бір-бірімен сабақтас. Жас ұрпақ бойында өз бетінше шешім қабылдай алатын және қоғамдық өмірге жауапкершілікпен қатысуға ынталы, бәсекеге қабілетті, өзге елде жүріп, ұлттық өзінің тамырын, әдет-ғұрпын, мәдениетін, патриоттық сезімін көрсете алатындай етіп қалыптастыру керек. Осы орайда оқу мен тәрбиенің сабақтастығын қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мен Назарбаев зияткерлік мектебі қабырғасында өтіп жатқан тәрбие жобаларынан көруге болады. Жобалардың мақсаты құрмет, адалдық, ел деген мақтаныш, халыққа деген сүйіспеншілік, халық алдындағы парыз сезімі және өз қызығушылықтарынан халық мүддесін жоғары қою идеяларын көрініс табатын сындарлы патриотизмді қалыптастыру. Пән мен жобалар арасындағы сабақтастықты талдай келе, ұлттық құндылықтарды бойға дартуға үлесі мол жобалар, қазақ әндері, 100 күйдің тарихы, менің өмірімде қолданатын мақал-мәтелдер, ұлы дала ақындары, замандастар жырлары, 100 кітап, Википедия, 2 апта ауылда, ата-ана жұмысының орындағы 10 күн сияқты әлеуметтік тәжірибелерді мысалға келтіруге болады. Қазақ әндері жобасының мақсаты студенттердің қазақ тілін түсінуі мен тәжірибесін жетілдіру, ұлттық музыка мен ұлттық дәстүрлер арқылы қазақстандық патриотизмді дамыту. Сондай-ақ музыкалық мәдениеті мен рухани адамгершілік дамуын қалыптастыру. Жоба аясында студенттер ұмыт болып бара жатқан қазақ әндерінің шығу тарихы мен мазмұнымен танысады. Туған өлке сазгер әншілердің әндерін үйренеді. Халық әндері және қазақ сазгерлерінің шығармашылығына бой сүңгітеді. Қазақ халқының ғасырлар бойы жинақтап, сұрыпталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық өнер мұрасы шексіз. Назарбаев зияткерлік мектебі тәрбие жүйесінде ерекше орын алатын жобалардың бірі 100 күйдің тарихы жобасы. Жобаның мақсаты оқушылардың бойында ұлттық күй өнерін насихаттай отырып, ұлттық құндылықтарды терең сіңіруге, өз отанының тарихын құрметтеуге тәрбиелеу. 100 күйдің тарихы жоспарында кездесетін Бозінген, Ақсақ, Құлан, Көроғлы, тағы басқа күйлер туралы тіл мен әдебиет сабақтарында оқытылып талданады. Сабақ не болмаса жоба аясында оқушылар бір күйдің тарихымен терең танысады. Қазақ тілі мен әдебиет пәнімен ұштасып келетін келесі жоба менің өмірімде қолданатын мақал-мәтелдер. Жобаның мақсаты жас ұрпақтың бойында ата-бабамыздан қалған өшпес мұра, қымбат қазынасы мақал-мәтелдерді дәріптеу. Әр аптада 7-9 сыныптардың шаңырақ оқушылары кем дегенде 5 мақалды жаттап, мазмұнын түсініп, күнделікті өмірде тұрмыста қолдана білуге үйренеді. Жобаны пысықтау, сайыс, эссе жазу, ойындар тағы басқа түрде өткізіледі. Ал енді байқасақ, қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша оқушылар сыныптан сыныпқа көшкен сайын тіл және жазу мәдениеті, дәстүр және мәдениет, сөйлеу мәдениеті, шешендік өнер, сөз өнері деген тақырыптармен танысады. Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары Википедия деп аталатын жаһандық жоба желісіне қосылды. Бұл дегеніміз зияткерлік мектеп оқушылары әлемдегі онлайн контентті қалыптастырушылар мен бір қатарда интернет энциклопедиясымен өз қолдарымен толтырады. Википедия дүниежүзілік 5-ші веб-сайт. Ол әлемдегі таңдаулы 10 сайттың ішіндегі жалғыз коммерциялық емес ресурс.
қазақ тілі пәнін оқытудың мақсаттарының бірі оқушылардың тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлеуге және сауатты жазуға үйрену болса, мақала, эссе жазу барысында оқушылар аталған негізгі білімдерін тәжірибеде кеңінен қолданады. Оқушы бойына ұлттық құндылықты қалыптастыруда Назарбаев зияткерлік мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің сабақтастыра жүзеге асыруға болатын жобалардың негізгі бірі 100 кітап, ұлы дала ақындары, замандастар жырлайды жобалары. Бала бойында ұлттық тәрбиені сіңіруде фольклор, халық ауыз әдебиеті, ұлттық әдебиет, әдет ғұрып, салт дәстүр, ұлағатты қағидалар, шешендік сөздер, өнеге өсиеті бар мақал мәтелдермен қатар туған топырағымызда дүниеге келген ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі тәрбие қағидалары болып табылады. Ұлы дала ақындары жобасының мақсаты қазақ әдебиеті шығармаларындағы классик ақын жазушылардың әдебиет саласындағы алуан қырлылығы, халыққа қалдырған мол мұрасы және поэзиялық елеулі еңбегін, әдеби шығармаларын жас ұрпаққа насихаттау. Оқушылардың рухани тәрбие мен шығармашылыққа бейімделетін жоба 100 кітап. Жобаның мақсаты оқушыларға қазақ әдебиетінің әлем классикасының алтын қорындағы аса құнды шығармаларды оқыту, сол туындылардың рухани маңыздылығын жеткізу. Тәуелсіздік жылдары шыққан республикаға танымал немесе жергілікті ақындардың шығармаларын таныстыру мақсатын замандастар жырлайды жобасы көздейді. Аталған жобалардың шеңберінде жыл бойына мектеп қауымдастығы белгілі бір ақынның өлеңдеріне әдеби талдау жасап, өлеңдерінен жазылған әндерді шырқау, шығармаларына эссе жазу, театрландырылған қойылым әзірлеу және мәнерлеп оқуға арналған жыр эстафетасын өткізу секілді түрлі бағыттағы жұмыстарды жасайды. Әдебиет сабағында 8-ші сыныптың оқу бағдарламасында өтетін Мұқағали Мақатаев шығармалары, Төлеген Айбергенов туындылары, 100 кітап, ұлы дала ақындары жоба аясында өткізілген іс-шаралардың байланысын оқушы тұлғаға бағытталған тәлім алады. Зияткерлік мектептер қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйретеді және осы 3 тілді басқа пәндерде оқыту үшін қолданады. 3 тілді оқыту мақсатында жетілу барысында 100 кітап жобасы аясында жүргізілетін Редикс іс-шарасын алатын болсақ, оқушы үшін өз тілінің тарихын, мәдениетін, әдебиетін оқыған шығарма арқылы тану өте маңызды. Ұлттық тәрбие адамзат тарихының өн бойына ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Бүгінде адамзаттың өркениеттің өзгеше биігіне көтерілген 3-ші мыңжылдыққа қадам басқан кезеңінде де жас мемлекетіміз үшін рухани асыл мұра болып қазақстандық патриотизм, азаматтық парыз, тұлға бойындағы ұлттық құндылықтар мен ар тазалығы және тағы басқа қасиеттерді жатқызамыз. Жас ұрпақты өз халқының тарихын, тегін, салт дәстүрін, тілін, білімін, азаматтық мәдениетін, адами қасиеті мол, терең түсінетін шығармаларды тұлға етіп тәрбиелеу өмір талабы, қоғам қажеттілігі. Бәріне сәлем. Мен Крупец Владислав, Петропавл қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегімін. Бүгінгі таңда Венгрия елінде жоғарғы біліп алып жүрмін. Маған қазақ тілін жетік меңгеруге Назарбаев мектебіндегі тәрбие жобалары көп септігін тигізді деуге болады. Шаңырақ қауымдастығында өткізілетін, атап айтсақ, қазақ әндері, 100 кітап, менің өмірімде қолданатын мақал мәтелдер сынды жобалардың жүргізілуі ұлттық құндылықты игеруге үлесі зор. Шет елде жүріп, отандастарымды кездестіргенде елге деген сағынышты ән мен басатын кездерде болады. Алдағы уақытта қызмет жолында да тілді, мәдениетті сүю, құрметтеу міндетіміздің бірі деп білемін. Рахмет, Сымбат Қайрат қызым. Біздің жаңағы баяндамадан ұғынғанымыз, шынымен де қазақ тілі мен әдебиеті пәні аясында, яғни сол қазақ тілі мен әдебиет пәнімен сабақтастырыла бірнеше жобалар атқарылып жатыр екен. Енді осы біздің мектептерде шаңырақтар көп жағдайда ұлылар есімімен аталады. Сол ұлы бабаларымыздың білім ғылымды меңгеруге қатысты өміршең идеялар бойынша жаңа жоба дайындауға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Меніңше ойландыратын сұрақ, жақсы сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Шын мәнінде шаңырақтардың жергілікті ақын жазушылардың, жергілікті жердің атауларымен аталуы бұл
үлкен бір мақсатты көздейді деп ойлаймын. Шын мәнінде әр оқушы өзінің туған жерінің тарихын, туған жерінен шыққан атақты ақын жазушыларды, ұлы тұлғаларды әрқашан біліп, танып, оларды басқаларға насихаттауға міндетті деп ойлаймын. Екіншіден, жалпы жергілікті компонентті меңгерту бұл Назарбаев зияткерлік мектептерінің бағдарламасына кіреді. Алдағы уақытта енді Ғабит, Сәбит сынды көркемсөз жазушылары, одан қалды Ағынтай, Батыр сынды біздің алып тұлғалардың есімдері тек қана біздің өңірде ғана емес, барлық республика өңірінде ерекше бір жанданатындай, ерекше бір орын алатындай бір проектілерді, яғни жобаларды қолға алуға болады деп ойлаймын. Әсіресе бұл оқушыларға зерттеушілік, ғылыми жобаларға үлкен мүмкіндік. Шынымен де аталған оймен қазір шынымен де аталған негізгі ой ойландырады. Болашақта осы тұлғаларды тануда оқушылармен әртүрлі жобаларды ұйымдастырамыз деп ойлаймын. Рахмет әріптестер пікірлеріңізге. Енді алдағы уақытта осындай жобаларымыз мектептерімізге кірсе, өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Енді мынандай мәселені қарастырсақ, сіздермен біз оқытуда оқушылардың әлеуетін қандай деңгейде, қалай дамытып жатыр екенбіз, осы мәселені қарастырсақ. Абай поэзиясын оқыту арқылы оқушылардың зерттеушілік әлеуетін қалай арттыруға болады деген тақырыпта Қалиева Айнұр Молдашқызы сөйлейді. Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі. Проблемалық бағдарлы оқыту жалпы несімен маңызды. Бұл жерде қатысушылар берілген жағдайға, ситуацияға қатысты өзіндік көзқарасын қалыптастыра алады, әртүрлі сценарийларды қарастыра алады. Оқушылар осы мәселелердің артықшылықтары мен кемшіліктерін таразыға салып, өз ойларын айта алады. Қажетті білім мен тәжірибені меңгеру, проблеманы зерттеу, идеяларды топ болып талқылау және пікір алмасу, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді талдау кезеңдерінде жүзеге асып жатады. PBL оқушылардың сыни ойлауы мен талдай білу қабілеттерін, белсенді көшбасшылық пен командалық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға көмектеседі. Қорытындылай келе, Абай поэзиясы адамзаттың асыл қазынасы. Абай мұрасы ұлы дала өркениетінің алтын тұғыруына айналуы қажет деп айтқым келеді. Әкенің баласы емес, адамның баласы болуды мақсат тұтқан ақынның құнды қазынасы өскелең ұрпақпен бірге жасайтын мәңгілік мұраға айналуы тиіс. Осы орайда ақынның шығармашылығын тереңінен зерттеп зерделеуіміз қажет. Оқушылардың бойындағы зерттеушілік әлеуетті арттыру үшін сабақ аясында шағын жобалар, тіпті ұзақ мерзімді ғылыми зерттеушілік жұмыстарды да ұйымдастыруға болады. Рахмет Айнұр Молдашқызым. Оқушылардың зерттеушілік әлеуетін дамытуға байланысты көп ақпарат бердіңіз. Шынымен де сабақ уақытында, яғни Абай поэзиясын оқытуда көптеген жұмыстар жасалып жатыр екен. Енді мынандай сұрақ туындайды. Оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуда тағы қандай әдіс тәсілдерді ұсынар едіңіздер? Қайырлы күн әріптестер. Айнұр Молдашқызы өте ауқымды зерттеу жұмысын жүргізген екенсіз. Бір басынан аяғына дейін сіздің зерттеуіңізді өте мұқият тыңдап шықтым. Және де бұл зерттеу жұмысында проблемалық бағдарлы оқытудың негізгі мәселелерін көтерген екенсіз. Негізі проблемалық бағдарлы оқытудың өзі ол зерттеушілікке жетелейтін әдіс тәсілдердің бірі, және де оның ішінде ұсынылған әрбір тәсіл оқушыларды ойлануға, оқушыларды сыни тұрғыдан ойлануға, оқушыларды өз ойын қорытындылауға, өз ойын дәлелдеуге, пікірін айтуға жетелейтін жақсы бір тәсілдердің бірі деп айтуға болады. Енді осының ішінде сіздер оқушыларға түрлі сұрақтар қою туралы айтып кеттіңіздер. Бұның ішінде журналистің 6 сұрағы сияқты өте қарапайым сондай бір тәсілдерді де қосып кетуге болатын шығар, және сыни тұрғыдан ойлауға байланысты түрлі топтық жұмыстарды ұйымдастыратындай, жұптық жұмыстарды ұйымдастыратындай әртүрлі әрекеттер мен тәсілдерді ұсынуға болатын шығар деп ойлаймын. Рахмет сізге. Рахмет және Қақымжанқызы пікіріңізге. Бізге, яғни мұғалімдерге әдістемелік қорымызға алатындай жақсы бір әдістерді айтып өттіңіз.
Енді осы зерттеушілік әрекетін біз оқушылардың шығармашылық әлеуетімен жалғастырсақ, осы мәселені Абай жолы роман эпопеясын оқыту арқылы оқушылардың шығармашылық дағдыларын қалыптастыру тақырыбымен Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Мұқанова Динара Мұратқызы жалғастырады. Қайырлы күн әріптестер. Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде насихаттауымыз керек. Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлем жұртшылығына кеңінен таныстыру қажет. Бұл бүгінгі ұрпақтың қастерлі борышы деген еді еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында. Бұл 21 ғасыр ұрпағының алдына қойылған міндет, ұлттық парыз деп білем. Дәл осы міндетті заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов 20 ғасырда өз алдына азаматтық парыз санап, туындыларының ішіндегі шоқтығы биік Абай жолы роман эпопеясы арқылы Абайды шырқау биікке көтерген еді. Абаймен қатар өз ұлтын адамзатқа тегіс танымал, рухани туысқан етіп, ұлттық әдеби дамуымызды әлемдік биікке алып шықты. Нәтижесінде Мұхтар Әуезов әлемдік әдебиет алыптарының қатарынан ойып тұрып орын алды. Қазақ тілінің байлығы мен тазалығын әлемге паш еткен Абай жолы эпопеясы аса жоғары бағаланды да, дүниежүзілік әдебиеттің классикалық шығармасы қатарында адамзат рухани байлығының алтын қазынасына енді. Абай жолы Дархан дала тарихының қайталанбас көрінісін жасаған әлем әдебиетіндегі шоқтығы биік туынды. Оны меңгерту әдебиет пәні мұғалімнің алдына қойылған жауапты міндет және күрделі іс. Әсіресе қазіргі ақпараттық технологияның шарықтап тұрған кезеңінде Абай жолын мектепте оқыту үлкен еңбекті қажет етеді. Осы орайда Петропавл қаласы химия-биологиялық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің кіріктірілген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде 11 сынып оқушыларына Абай жолын оқыту барысында қолданылған шығармашылыққа бағытталған кейбір жұмыс түрлері мен оқушылардың жұмысын назарларыңызға ұсынамын. Кез келген дамыған өндіріс қазіргі таңда шығармашылықпен жұмыс жасау талап ететін адамды қажет етеді. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын адамның негізгі іс-әрекеті ақыл ойға әрі алған білімді басқа таныс емес іс-әрекетте тасымалдай алуға негіздейді. Осы шығармашылық ұжым жөнінде Қазақстан Республикасы орта білімді дамыту тұжырымдамасында былай делінген. Шығармашылық бұл адамның өмір шындығында өзін өзі тануға ұмтылуы, ізденуі, өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйе, өздігінен сапалы дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет делінген. Шығармашылық жұмыстардың оқушылар үшін мынандай маңызды жақтары бар. Оқушының танымдық ізденімпаздығы қалыптасады, сұрақтарды, мәселелерді терең талдауға үйренеді, шығармашылық ой өрісі артады, өз көзқарасын білдіре отырып жазылым жұмысын жазуға дағдыланады және тұжырым жасап қорытындылауға үйренеді, әрі өзіндік стильде түрлі жанрда мәтін құруға дағдылары қалыптасады. Мен сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған жұмыстардың бірі ол сарапшы парағы тәсіл арқылы жасалған жұмыс. Бұл жерде оқушыларға мәтіннен үзінді беріледі және сол оқушылар мәтіннің жаңағы үзіндінің қай тұсынан алынғандығы және кімнің сөз екендігін, автордың осы сөз арқылы кімнің қандай сипатын ашып тұрғанын, қандай тәсіл қолданылғанын анықтайды. Әрі үзіндіден қажетті детальді тауып талдайды. Абайдың шешендігін танытатын тұстарын мәтіннен тауып, 3 мысалмен дәлелдейді. Және автордың Абайдың шешендігін таныту үшін қандай тәсілдер қолданғанын анықтап талдайды. Әрі ұсынылған белгілі бір тұжырымға сәйкес оқушы өзінің көзқарасын білдіріп, пікірін жазу керек болады. Бұндай жұмыстың түрін орындаған кезде оқушы ұсынылған бөлімге шолу жасай отыра, берілген үзіндіні тауып, оның қай кейіпкерге қатысты екендігін және де осы жұмысты өз көзқарасы тұрғысынан пікір білдіруге мүмкіндік алады. Келесі тапсырма оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамытуға бағытталған. Берілген үзіндіні өздерінің шығармашылықтарымен жалғастырып аяқтайды. Тапсырма былай: берілген үзінді бойынша оқиғаны шығармашылықпен жалғастырып аяқтаңыз. Жазу барысында әңгімелеу мен суреттеуді қолданыңыз. Оқушыға бұл жерде үзінді беріледі. Мысалы, Абай ендігі сырына Ерболды ерекше сеніммен тартты. Түннен бері көңіліне келген байлауын айтты. Бұнысы кешеден бергі алай-дүлей құйын сезімнің сабыр білмес шолақ берік байлауы. Сырын ірікпес досына түннен бастап бүгін таңертеңнен бергі және жол бойындағы қиял сезім құйынын айтып кеп, ең аяғында былай деді. Яғни оқушы осы үзіндіні ары қарай өз шығармашылығымен жалғастыру керек.
Сіздердің назарларыңызға осы жұмысты орындаған бір оқушылардың жұмысын ұсынайын. Оқушының жауабы былай: білесің бе досым, оттай лапылдаған сезімім жайында тек қана саған тіл қатуым бекерден бекер емес. Біз екеуміз арасынан қыл өтпес деуге тұрарлық нағыз адал доспыз. Шыны керек, мен ішкі дүниемнен еш жасырмай ағымнан жарылдым. Ал ендігі кезекте өзіңнен де шындыққа негізделген жақсы кеңес күтіп отырмын. Мұндай жылы сөздерді естіген Ербол сәл қобалжып та сасып та қалғандай болды. Бірақ аз уақытта өз-өзін қолға алып, жан досының айтқан сөздерін ақыл ой таразысына салып көрді де өз байламын айтты. Абайжан, сенім артып жатқаның үшін рахмет. Мәселе шынымен ақ күрделі екен. Бірақ махаббат бар жерде көптің айтар пікіріне құлақ аспаған жөн. Ең бастысы, сен өз сезіміңе сенімдісің. Оның үстіне өзіңнің айтып отырған қызың да асқан сұлу, тәрбиелі жан. Көп ойланбай, оны әйел қылып ал. Бұл сөздер Абайға рух берді. Нұр жайнаған қара көзді, кең маңдайлы Әйгерім Абайға тоғжандай көрінді. Ақыры бар күшін қолға алып, Абай Әйгерім ауылына бет алды. Бұл жолда ынтық сезімнен бас айналған Абай Әйгерімге арнап ән шығарып та үлгеріпті. Мұны байқаған Ербол досының гүлдей жайнап, қатты ғашық болғанына толығымен көз жеткізді де, Абай үшін бар жанымен қуанды да былай деді: Абай, қалыңдығының өте сұлу, даусы әдемі, тәрбиелі екенінде мінім қалмады. Себебі Абайдай ұлы адамның көңілінен шығып қана қоймай, оған шабыт біту, оның музасына айналу әр адамның қолынан келмесі айдан анық. Осылайша бұл сапар одан әрі қызықты, әрі ерекше бола түсті. Ал Абай Әйгерімге тезірек жетіп, оның жылы жүзін көруді аңсады. Міне 11-ші сыныптың оқушысы Қабдолла Мадина есімді оқушы жаңа берілген тапсырманы осылай орындап шықты. Яғни бұл жерде ол өзінің барынша шығармашылығын көрсете алды. Біз талап ететін көркемдеуіш құралдарды қолдана алды. Үшінші келесі тапсырмалардың бірі былай: берілген үзінділердің бірін таңдап, сюжеттегі оқиғаны өзгертіп, шығармашылық пен әңгімелеу мен суреттеу қатар жүретін мәтін жазыңыз деген тапсырма. Бұл жерде де романнан бірнеше үзінді алынады, әртүрлі оқиғадан алынады ол үзінділер, және оқушылардың міндеті сол үзінділерді өздерінің шығармашылықтарын қоса отырып, өзгертіп жазу. Бұл жерде де оқушының жұмысы бар. Мен қазір үзінді оқи кетейін. Осы адамзат уақыттың ағымын зымыранға теңеп жатқанда, жеке басым қатты таңғалатын едім. Әрине уақыт зулап өтетінді шығар, бірақ әр сәтте емес. Мәселен, көгерім кезімізде құлыншақта еркелеп, алаңсыз, армансыз ойнап жүрген кезімізде уақыт деген қабақ қақпас сәтте қарғып өтетін. Ал шетелге білім нәрін сусындатып, аяулы анамның алақанынан асқар тәуәкемнің жанынан ұзап кеткенде уақыт деген шегі жоқ кеңістіктей көрінер анық. Осындай күндердің бірінде Абай мектептегі дәрістерін аяқтап, сағына аңсаған үйіне жол алған еді. Бұл жерде оқушы берілген үзіндіні мүлдем өзгертіп жіберді. Яғни бұл жерде креативті қадам жасады. Осылайша оқушы креативті жазу барысында шығарманың басты кейіпкерлерін бір-бірімен кездестіріп, олардың тілдесуін жағдаяттық тұрғыда сенімді көрсете алды. Басты кейіпкердің ішкі толғаныстарын суреттеп, шығармашылық пен өзіндік стильдік ерекшелікпен жаза алды деп айтуға болады. Үзіндіге мысалға қарай отыра, ой оралымдарын жеткізуде көркем тіл құралдарын мейлінше орынды қолдана алды. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын меңгеру барысында атқарылған жұмыстардың қорытындысы ретінде Абай жолы ұлы жол атты онлайн дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шара барысында оқушылар романда көтерілген мәселелер бойынша қарастырған шағын зерттеу жұмыстарын ұсынды. Ол зерттеудің тақырыптары мынандай: бірінші, Мұхтар Әуезов Абай жолын қалай жазды деген тақырып. Романдағы Абайдың азаматтық бейнесінің көрінісі, Құнанбайдай әке керек заманға деген тақырыпта оқушы Абай тәрбиесіндегі Құнанбайдың рөліне талдау жасады. Романдағы аналар бейнесі қарастырылды келесі тақырыпта. Одан кейін айттым сәлем қаламқас тақырыбымен оқушылар Абай мен Тоғжанның ғашықтық сырларын қарастырды. Романдағы халықтың әдет ғұрыптары, салт санасының көрінісі де бұл зерттеу тақырыбынан тыс қалған жоқ. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы деген тақырыппен Абай мен Әйгерімнің ғашықтық сырлары талданды оқушы жұмысында. Және де әнді сүйсең менше сүй деген тақырыппен романдағы Абайдың әндері қарастырылып, және сол іс-шараның соңында дәстүрлі ән өнерін серік еткен оқушы осы Абай әндерінің бірін орындап берді.
Міне мектебімізде осындай іс-шаралар өтіп жатыр. Сабақта да біз шығармашылық пен оқушының шығармашылық көзқарасын дамытуда осындай бір іс-шараларды жүргізіп отырғанымды мысалға келтіріп отырмын. Көркем сөздің зергері Ғабит Мүсірепов Абай романын неше рет қайталап оқысам да, сонша әрдайым жаңа бір ой, жаңа бір көркемдік, бұрын оқығанда байқамай кеткен тереңдік табам деп зор баға берген еді. Шынымен де Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы өміршең шығарма, ғажайып туынды екені белгілі. Оқушылар Абай жолын оқып аяқтап болған соң, шығармадан алған әсерлермен бөлісіп, жазушының шеберлігіне де баға беріп жатты. Осы орайда келесі бір оқушының мына бір алған әсерінен үзінді оқып берейін. Былай дейді: маған аса ерекше әсер етіп көзіме еріксіз жас алуының себебі Қамқа мен Қодардың өлімі және жас Абайдың бұл оқиғаға байланысты бастан кешірген ар азабы. Бұл қайғылы оқиғадан кейін бала Абай ауыр ойларға ерік беріп, қатыгездікке қатты түңіліп, ой санасы есейе түсті. Білесіздер ме, көркем шығармада данамыздың бұдан да басқа сан алуан бейнелері мен ізгі қасиеттері суреттелген. Шынымен де Абай түпсіз, шексіз құпияларға толы. Ғасырда бір туатын, күллі адамзатқа үлгі болатын керемет тұлға. Ал ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы Абай бейнесін әрқашан жанды ететін, қазақ халқының өмірін суреттеп, оқырманды жақсы тәрбиелейтін еш өлмес, өшпес мұра. Сондықтан да Абай жолын сүйіп оқып, рухани азық алуға асығайық деп аяқтайды өзінің сөзін оқушы. Абай жолын оқымаған қазақ емес дегенді жиі естиміз. Бұл жағынан алғанда, оқушылардың ғажайып туындыны оқып, мәселелерін зерделеп, шығармашылық мүмкіндіктерін барынша пайдаланып, осындай жұмыс жасай білгендері үлкен жетістік және Абайдың 135 жылдық мерейтойы қарсаңында қосқан үлесі болып отыр. Абай арманы, халық арманы. Халық арманы мен аманатын орындау жолында аянбағанымыз абзал. Абайдың өсиет өнегесі 21 ғасырдағы жаңа Қазақстанды биіктерге жетелейді деген болатын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласында. Ендеше Абайдың мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық екендігін ұмытпағанымыз абзал. Жақсы, Динара Мұратқызы, сізге көп рахмет. Сіздің баяндамаңызда осы оқушылар Абай жолы романын оқығанда өз жұмыстарында бір қандай да бір ерекше дүние алғандарын жақсы көрсетіп алған екен. Енді осыған қарай мынадай сұрақ қойсам сіздерге: жазылым дағдысын қалыптастыруда шығармашылық жұмыстардың маңыздылығы қандай? Ал Динара Мұратқызы, рахмет. Негізі сіздің айтып отырған жаңағы шығармашылық жұмыстың, жазылымдағы шығармашылық жұмыстың пайдасы өте зор деп ойлаймын. Негізінен өйткені қазіргі таңда өзі 21 ғасыр жаңағы сандық технологиялардың дамыған заманы, сондықтан қазір әр адамның өзіндік дамуына үлес қосып жатқанын барлығымызға мәлім. Өйткені Инстаграмда болсын, Фейсбук парақтарында болсын, өзіңді дамыт, өзін-өзі дамыту деген нәрселер өте көптеп кездеседі. Сондықтан жаңағы ұлттық құндылықтар бойынша біздің қозғап отырған тақырыбымыздың маңыздылығы өте зор деп ойлаймын. Өйткені ол жаңағы отбасы құндылығы болсын, жаңағы ата-ана мектебі, жаңағы отбасының құндылықтары болсын, оның барлығы өте маңызды. Және де жаңағы Динараның жұмысына оралатын болсам, ол жердегі шығармашылық жұмыстарда мұғалімнің қолдауы өте маңызды екенін көріп отырмыз. Өйткені ішіндегі жаңағы жұмыстарды оқушыларға қолдау көрсетуде жаңағы көпіршелер орнату, жаңағы тұрақ тіркестерді беру, олармен жұмыс жасау, қолдау көрсету, жаңағы ауысып отыратын жұптағы жұмыс жасау, жаңағы шығармашылық жұмысты дамытуға өз үлесін қосады деп ойлаймын. Сондықтан бір-біріне комментарий жазу, кері байланыс беру, жаңағы тұрақты тіркестермен жұмыс, оның барлығы да оқушыға өте пайдалы және де өзінің шығармашылық жұмысын одан әрі дамытуға өз үлесін тигізеді. Рахмет пікіріңізге, Дидар Төлемісқызы. Расында да сіз жақсы пікір айттыңыз, оқушыға мұғалімнің қолдауы өте қажет деп. Сол жағынан пікіріңізді өте жақсы білдірдіңіз. Енді қазіргі уақытта бізде жаңа сіз сөзіңізді қозғап кеттіңіз, сандық технология уақыты деп. Міне енді қазір біз келесі баяндамамызды осы сандық технология мәселесінде қарастырмақпыз.
Абай жолы роман эпопеясын мектепте оқытуда онлайн сервистерді тиімді пайдалану тақырыбымен Алматы қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімдері Тоқбаева Айнұр Елеубайқызы, Иманбекова Назира Нұрғалиқызы сөз алады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біз бүгін Абай жолы роман эпопеясын мектепте оқытуда онлайн сервистерді тиімді пайдалану тақырыбы бойынша сіздерге өз жұмыстарымызды таныстырмақшымыз. Біз Google сайтта Абай жолы бойынша тапсырмалардың жинағын орналастырып қойдық. Романды оқымас бұрын алдымен оқушыға оқырман күнделігін толтыру ұсынылады. Бірнеше парақтан тұратын оқырман күнделігін толтырып біткеннен кейін оқушылар Canva сайтында бетіне иллюстрациялық мұқабасын жасап, мектептің кітапханасына шағын кітапша ретінде ұсынса да болады. Енді романды бастамас бұрын роман неліктен эпопея деп аталды? Сол сұрақтың жауабын іздеу барысында біз Жидебайдағы Абайдың кешеніне осындай виртуалды саяхат жасатқыздық. Одан кейін Семейдегі Абай мұражайына виртуалдық саяхат жасау арқылы оқушылардың айтылым дағдыларын жетілдіруге байланысты жұмыстарды орындадық. Мұнда материалдарды ең жақсы білетін оқушылар гид рөлін атқарып, басқаларына кешеннің ішін таныстырып, мұнда карталарды, экспонаттарды қалай орналасқандықтарын барлығын таныстырып айтып өтсе де болады. Енді әрбір тарауға біз түсініктемелермен қатар сабақ презентацияларын да орналастырдық. Одан кейін әр тарау бойынша біз Google документ, яғни Google құжатта тест жұмыстарын орындатқыздық. Келесі Jumbo Art деген Google'да қосымша бар. Сол Jumbo Art деген қосымшада оқушылар таңдау бойынша тапсырмаларын өздері орындай алады. Мұнда плакат ретінде немесе ақыл картасы ретінде де осы жұмыстарды Jumbo Art қосымшасында орындайды. Одан кейін тағы бір қызықты нәрсе бұл Google Excel'де орындалады. Мұнда әрбір топтың жұмысы, мұнда әрбір Excel'дің әрбір парақшасымен белгіленеді. Одан кейін 4 топтың жұмысы әрбір парақшада тұрғаннан кейін мұғалімге тексеріп алуда оңай. Келесі тапсырма бұл бізде Learning Apps'та орындалады. Егер сіздер білесіздер, Learning Apps'та егер тапсырма қате болса, онда сіздің тапсырмаңыз қызылмен беріліп тұрады. Ар жағында енді барлық тапсырмалар, осыған ұқсас тапсырмаларды жасауға болады. Және кім орындады, орындамады, соны да байқап көруге болады. Одан кейін Jumbo Art'қа ұқсас бізде Padlet қосымшасы. Бұл Padlet қосымшасында Jumbo Art'қа ұқсас оқушылар өздерінің несін, плакаттарын дейміз ба, соларды жасап рәсімдей алады. Енді ең соңында қорытынды бөлімде біз осы Canva бойынша оқушылардың иллюстрациялық жұмыстарын жасауына мүмкіндік береміз. Бұл әрі ең соңғы оқырман күнделігінің бастапқы бетін рәсімдеуіне, әдемілеуіне осы жерде Canva сайтының көмегі бар. Енді ең соңында осы Powtoon деген сайтта оқушылар өздерінен кейінгі оқушыларға Абай жолын ұсынуға 5 кеңес бере алады, немесе Абай жолында ескеруге тиісті 5 қағидатты осындай электронды форматта өздері ұсына алады. Енді сонымен жұмыстарымызбен таныстырайық. Тыңдағандарыңызға рахмет.
Ал енді осы сандық технологияларды біз оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда қалай өткізіп жатырмыз? Осы мәселеге тоқталсақ, екінші тілде оқытуда поэтикалық туындыларды заманауи технологиялармен оқыту жолдары тақырыбымен Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Мақат Айгерім Дидарқызы сөз алады. 21 ғасыр озық технологиялары ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе екінші тілді үйренуде мұның пайдасы өте зор. Себебі тіл үйрену арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл қолданушыларының мәдениетін тезірек сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылу жеңілдей түседі. Жаңа мультимедиалық технологиялардың әлемі біздің өмірімізді жаулап алуда. Соңғы кездері жаңа мультимедиалық технологиялардың қазақ тілін оқыту процесінде белсенді енгізілуі жүргізілуде. Қосымшалар мен бағдарламаларды дұрыс таңдағанда және онымен жұмыс жүргізудің сауатты әдістемесінде мультимедиалық технологиялар оқытушының сенімді серігіне айнала алады. Өйткені оларды қолдану кезінде төмендегідей әрекеттер жүзеге асады. Біріншісі, ол білім сапасының жоғарылауын көруге болады. Оқытудың заманауи мақсаттарына бағыт алу және көрнекілік сапасының жоғарылауын атап өтуге болады. Әрбір мұғалімнің күнделікті қызметінде қашықтықтан оқытуды қалай ұйымдастыру керектігі, ресурстарды, қызметтерді таңдау, сабақты қызықты және тиімді өткізу үшін, яғни түрлі сұрақтар туындайды. Бүгінгі сөзінде Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасын оқытуда тәжірибемізде қолданып жүрген мультимедиалық интерактивті оқыту материалдарын жасауға ыңғайлы және қарапайым қосымшалармен таныстыратын боламыз. Бірінші қарастыратын бағдарламамыз бұл Learning Apps бағдарламасы. Бұл платформада интерактивті модульдері бар оқыту процесін қолдануға арналған бағдарлама. Дайын модульдерді қолданып, оларды онлайн өзгертуге немесе өз нұсқасын жасауға болады. Сондай-ақ интерактивті тапсырмалар көпшілікке қолжетімді. Ең бастысы, мұғалім бұл жаттығуларды өзгерте алады немесе үлгі негізінде өзі жаттығу жасай алады. Жаттығулар түрлі үлгіде ұсынылады. Мысалы, орыс тілінде оқытылатын 10-шы сыныпта Ескендір поэмасын оқыту кезінде «Миллионды кім алады» ойыны негізінде жасалған интерактивті жаттығу құрастырылды. Бұл жаттығу поэма мазмұны негізінде түрлі деңгейдегі тест түрінде берілген сұрақтарды қамтиды. Оқушыларға сілтеме беріледі және олар кез келген ғаламторы қосылған құрылғы арқылы тіркелмей-ақ тапсырманы орындай алады. Және де қателескен жағдайда тапсырманы қайта бастауға мүмкіндік бар. Келесі, берілген платформаны жаңа сөздермен жұмыс жасауға қолдануға өте тиімді. Яғни Learning Apps бағдарламасы арқылы сөз бен суретті, синонимдерді сәйкестендіру, жұптарды табу, сөз жұмбақ, қажетті сөзді жазу сынды түрлі тапсырмалар құрастыруға болады. Мысалы, Ескендір поэмасындағы сөздерге сурет арқылы түсініктеме беру үшін жасырылған жұптар ойынында сөздер мен олардың мағынасын ашатын суреттер жасырылды. Яғни оқушылар яшықтарды кезекпен ашып, қай жерде қандай сөз бен сурет жасырылған есте сақтап, соңында белгілі бір сөздің мағынасын сурет арқылы табады. Сонымен қатар, оқушылардың поэмаға қатысты ойларын білу үшін POPS формуласы негізінде тапсырма құрастыруға болады. Әр оқушы сілтеме арқылы кіріп, Ескендірдің өміріне, жалпы жасаған әрекеттеріне немесе жалпы поэманың негізгі ойына қатысты көзқарасымен бөліседі. Және де осы жерде мұғалім және де басқа да оқушылар өзінің сыныптасына кері байланыс бере алады. Келесі қарастыратын біздің онлайн платформамыз бұл Flippity.net бағдарламасы. Бұл платформада неше түрлі интерактивті тапсырмалар құрастыруға болады. Соның ішінде түрлі деңгейдегі сұрақтардан тұратын викториналық сұрақтар әзірленеді. Мысалы, Ескендір поэмасы бойынша синонимдерді анықта, кім, не істеді, неге тақырыбындағы сұрақтар, яғни сынды сұрақтар топтамасы оқушылардың белсенділігі мен қызығушылығын қамтамасыз етіп, поэманы меңгеруге көмектеседі. Сонымен қатар, сабақтағы жалпы жаңа сөздер, терминдерді бекіту мақсатында қолданылатын
тиімді платформалардың бірі бұл Quizlet.com бағдарламасы. Яғни аталмыш платформаның басқа да бағдарламалардан бір ерекшелігі мұғалім тақырып бойынша 5 немесе одан да көп сөздерді, сөз тіркестерін немесе терминдерді енгізіп, олардың анықтамасын немесе синонимдерін жазады. Осы сөздер мен сөз тіркестері негізінде желіде автоматты түрде бірнеше 5-6 тапсырма құрастырылады. Яғни берілген тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың жаңа сөздерді қаншалықты меңгергенін білуге болады. Жалпы сөзімді қорытындылайтын болсам, жоғарыда берілген қосымшалар екінші тілдегі көркем шығармаларды тиімді оқытуға, шығармаға деген қызығушылықты оятуға, өтілген материалды есінде сақтап, меңгеруге және де уақытты үнемдеуге көмектеседі. Рахмет, Айгерім Дидарқызы. Баяндамаңызда сіз орыс сыныптарында қазақ тілін беруге сандық технологиялардың біразын атап өттіңіз және тәжірибелеріңізде нәтижелі қолданып жатқандарыңызды байқадық. Енді осы оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда әдеби шығармаларды оқытуда сандық білім ресурстарын қолданудың қандай маңыздылығы бар деп ойлайсыздар? Бұл сұраққа мен жауап беріп көрейін. Шын мәнінде өте өзекті мәселе қазіргі таңда. Және өзге ұлт балаларға көркем шығарманы меңгертудің өзі қиын, және оны онлайн кезінде меңгерту бұл жұмысты қиындата түседі. Айгерім Дидарына, сіз өз сөзіңізде жаңа біраз нәрселерді, жақсы дүниелерді қолданатындығыңыз жақсы екен. Және оқушылардың және уақытты үнемдеуге тағы да мен ұсынар едім Padlet тақтасын қолдануды. Өйткені ол бір мезгілде барлық балалардың жауабын бірден алуға мүмкіндік береді. Және Mentikom деген тағы да платформалар ұсынар едім. Және бұл платформалар сіз айтып кеткендей оқушылардың қызығушылығын арттырады және уақытты үнемдеуге көмектеседі. Рахмет, Жанар Қайырбекқызы, пікіріңізге. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізбен де жақсы толықтырып өттіңіз, қандай тағы да ресурстарды қолдануға болатынын. Енді біз қазір сіздермен мынадай мәселені қарастырсақ. Яғни бізде пәндерді оқытуда пәнаралық байланыс деген бар. Осы пәнаралық байланысты қалай жүзеге асырып жатырмыз? Осы мәселеге тоқталып өтсек. Қазақ тілі әдебиеті және география сабақтарында пәнаралық байланыс арқылы Шоқан Уәлиханов еңбектерін оқыту тақырыбымен Петропавл қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Жанар Қайырбекқызы Қанафина мен осы мектептің география пәні мұғалімі Серік Сағатұлы жолдасы сөз алады. Қазіргі қоғамға сыни ойлайтын, мәселелерді анықтап шығармашылықпен шеше алатын адам қажет. Сондықтан оқу процесінің барлық кезеңдерінде оқушылардың орындаушылық, репродуктивтік іс-әрекеттерінен шығармашылық, зерттеушілік іс-әрекеттеріне көшу өте маңызды. Пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру оқушылардың жалпы дамуында, олардың зияткерлік және эмоционалды қызметінің барлық салаларында үйлесімді дамытуда үлкен нәтижеге қол жеткізуге ықпал етеді. Пәнаралық байланыстардың негізгі мәні әртүрлі оқу пәндері бойынша алған барлық білімді бір жүйеге біріктіруге, сондай-ақ осы байланыстар негізінде жаңа білім алуға мүмкіндік береді. Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесінде көлденең жоспарлау жұмысы алға қойылған. Осындай жоспарлау кезінде 11-ші сыныпта қазақ тілі мен әдебиеті және география пәнінде ортақ мәселе, ортақ тақырып анықталды. Ол Шоқан Уәлихановтың зерттеулері. Пәнаралық байланыс қазақ тілі мен әдебиеті сабағында географиядан алған білімдерін немесе қазақ тілі мен әдебиеті сабағында алған дағдыларын қолданатыны сөзсіз. Бұл жерде интеграцияның үйлестірілген түрі автоматты түрде жүріп отырады. Мұндай сабақтарда
білімнің әртүрлі салаларындағы жалпы мәселелерге фрагментация жасалады. Дегенмен, олар тұтас дүниетанымды қалыптастырмайды. География сабақтарында пәндік білімдерін орыс сыныптары қазақ тілінде алатындығы бұл пәнді күрделендіре түседі. Оқушылардың қажеттіліктерін ескеріп, сол пәннің мәтіндері мен қазақ тілі және әдебиетін меңгертуде міндетті лексика-грамматикалық минимум негізінде ортақ сөздік жасау тиімді әрекеттердің бірі болып табылады. Мәтіндерге лексика-грамматикалық сөздерін енгізіп, өңдеу арқылы екі жақтап сөздік қорларын молайтып, пәнаралық байланысты нығайтуда септігі мол. Екі пәнде де эссе жазу талаптарын бірдей қойып, критерияларын құрастырғанда екі пәннің ерекшелігін ескерген оқушылардың жазылым жұмыстарында жүйелілікке үйретеді. Ортақ критерий ретінде дәлелді жазу болып табылады. Жазылымға дайындық жұмысында ұсынылған тапсырмалар, аргументтер мен фактілерді ажыратуға, қажетті ақпараттарды іріктеуге бағытталған болуы керек. Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін арттыратын тиімді тапсырма география пәнінде үй жұмысы ретінде Шоқан Уәлихановтың еңбектері туралы жұп баяндама. Бұнда екі пәннің мұғалімі қатысады, сондықтан бұл екі жұп баяндама деп аталады. Содан кейін ортақ критериялар мен талаптарға сай екі пәннің мұғалімдері тексереді. Оқушылармен тиімді жақтар мен кемшіліктері талқыланады. Содан кейін барып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде сол зерттеу жұмыстарындағы ақпаратты қолданып, жазба жұмысын жазу тапсырылады. Немесе айтылым дағдысын қалыптастыру мақсатында пікірталас, дебат ұйымдастырылады. Бұл да оларды дәлелді сөйлеуге үйретеді. Оқушылардың танымдылығын, қызығушылығын арттыру мақсатында дәстүрден тыс оқу формалары қолданылады. Өздері жазған баяндаманы қате баяндама әдісін қолдануға болады. Өздерінің жазған баяндамаларына арнайы қателіктер енгізуге болады. Ол фактілерді өзгертуге, даталарды араластырып, хронологиясын бұзу сияқты қателер енгізсек, олар өздері содан кейін оны оқып, түзету ұсынуға қызықты болады және өзін тексеру дағдыларын қалыптастырады. Шоқан Уәлихановтың ғылыми зерттеу еңбектерінің маңыздылығын талқылап, қазіргі кезде жастардың арасында оның еңбектеріне деген қызығушылықты қалай арттыруға болады деген тақырыпта мәселені шешу дағдысын қалыптастыру үшін ой көкпары ойынын ұйымдастыру тиімді болады. Бұл әдіс арқылы оқушылар қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізуге дағдыланады. Алған білімдерін пысықтап, бекітуге арналған ғасыр ағартушысы атты түрлі платформалар арқылы онлайн викторинасын ұйымдастыруға болады. Географияның пәндік білімдерімен қатар, жоңғария очерктерінің ғылыми еңбегінің мазмұны бойынша да сұрақтар енгізуге болады. Лексика-грамматикалық минимумды тексеруге мүмкіндігі бар. Оқушылар Гартнер бойынша көптік зият теориясы тест бойынша анықталған жеке бас қабілеттеріне және білім деңгейіне байланысты топқа бөлу дифференциациялық тапсырмаларға байланысты. Олар логика-математикалық интеллект, дедуктивті және индуктивті нақты және абстракты ойлау дағдысын дамытады. Визуалды кеңістіктегі интеллект ол кеңістіктен ойлау қабілеті жоғары дамыған. Музыкалық интеллект, шығармашылық қабілеті жоғары оқушыларды топтастырады. Мысалы, кеңістіктен ойлау қабілеті жоғары дамыған оқушылар өз карталарын географиялық нысандармен сурет арқылы безендіре отырып жеткізсе, ал ақытығы қабілеті жоғары оқушылар картаны еркін 3D формада немесе электрондық нұсқасын келтіре отырып тақырыпты ашады. Қабілеті төменді оқушыларға қосымша ақпараттар мен жұмыстың орындалу алгоритмін, тілдік кедергілердің алдын алу мақсатында арнайы клишелер мен шаблондар ұсынылады. Осы кезеңде саралаудың сын тергеуін қағидасымен және галерея саяхат белсенді оқыту әдісінің тиімділігінде атап өткен дұрыс. Кез келген топтық жұмыстың сәтті шығуының кепілі бағалау критерияларының дұрыс құрастырылуында. Бағалау критерийлері әр топтың зияткерлік қабілеті мен эмоциялық қабілеттерін ескере отырып жасалынады. Топтық жұмыста екі пәнге қатысты рөлдерге бөліп, зерттеуші, географ, картограф, суретші, редактор, сұрақ қойшы, журналист, хатшы және тағы басқа үйлестіру арқылы оқушылардың қабілеттеріне қарай сараптау жүргізіледі. Жазба жұмыстарында рафт стратегиясы да рөлді, жазба жұмысының формасын, тақырыбын таңдауда үлкен мүмкіндік береді. Бұл стратегияда екі пәнді де қатыстыруға тиімді. Рөлдерді ұсыну кезінде әр тақырыптарды екі пәнге қатысты құрастыру мүмкіндік бар. Жаңа оқытудың жаңа форматының бірі кіріктірілген сабақ. Шоқан Уәлихановтың еңбектерін толыққанды меңгерту мақсатында
бір сабақты екі пәнді біріктіріп өткізу идеясы көлденең жоспарлау барысында пайда болды. Осы кіріктірілген сабақтың қалай өткендігі туралы егжей-тегжейлі бізге география пәнінің мұғалімі Серік Сағатұлы баяндап береді. Ендігі кезекте кіріктірілген сабақ жоспарының негізгі бөліміне келіп тоқталсақ. Кіріктірілген сабақ жоспары бұл қазақ тілі мен әдебиеті мен география пәндерінің арасындағы пәнаралық байланысты қамтиды. Шоқан Уәлихановтың географиядан экспедицияларын негізге алатын болса, ал әдебиеттен оқушылар танысатын мәліметтер оның еңбектері, яғни Жоңғария очерктері болып табылады. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, географияда негізгі бөлім ретінде оның сол жердегі мәтін беріледі. Мәтін арқылы оқушылар таныс болған соң, мәтінмен толық жұмыс істейді, бір-бірімен оқушылар талқы болады. Мәтінді талқылап болған соң, соның ішіндегі негізгі маршруттар берілген. Сол маршруттарды оқушылар мәтіннен бөліп шығып, картаға, топтарға бөлінеді. Яғни 3 топ жасалынады. Біріншісі ол Жоңғарияға саяхаты, Қашқарияға саяхаты, екіншісі ол Жетісу алатауларына саяхаты, және де үшіншісі ол Ыстықкөлге саяхаты. 3 тақырыпты оқушылар толығымен түсінген соң, мәліметтерді ары қарай картаға бейнелеу басталады. Бұл жердегі бір ерекшелік оқушыларды дифференциациялау, яғни жеке эмоциялық ерекшеліктеріне байланысты бөлу болып есептелінеді. Және де кейбір сабақтың негізгі бір ерекшелігі қазіргі таңда мұғалімдердің ескермейтін бір қателіктердің бірі бұл оқушылардың зияттық ерекшеліктерін негізге алады да топтарға бөлген кезде, ал эмоциялық ерекшеліктерін, жеке бас ерекшеліктерін негізге алмайды. Ал бұл сабақтың негізгі ерекшелігі бұл зияткерлік ерекшеліктер мен жеке эмоциялық ерекшеліктерін қоса байланыстырып, Гарнердің тест теориясы бойынша оқушыларды бөлгенбіз. Және осы оқушыларды бөлгенге қарай оқушылардың ерекшелігі біреуі компьютерді жетік меңгерген оқушылар бір топқа жіктелген, екінші топ ол шығармашылық қабілеті жоғары, бейнелеу, кеңістікте ойлау дағдысы жақсы дамыған оқушылар ол картадағы бейнелерге қосымша суреттер арқылы, географиялық нысандарды суреттер арқылы жеткізетін болса, ал үшінші топ ол картаны қағаз бетіне түсіру арқылы жеткізетін болады. Және де осы тапсырма арқылы оқушыларға не беріледі? Жалпы кіріктірілген сабақ жоспары оқушыларға не береді? Біріншіден, оқушылар пәнаралық байланыс болады. Екіншіден, оқушылар тереңірек, яғни зерттеу дағдылары дамиды. Үшіншіден, оқушылардың қызығушылығы оянады. Ал мұғалімдерге бұл не береді? Мұғалімдерге біріншіден сабақты жүйелі құрастыру, екіншіден пәндермен пәнаралық байланыс болған екен, екінші пәннің ерекшеліктерін негізге ала отырып, қосымша сабақты жүйелі сапалы құрастыру болып есептелінеді. Осылайша біздің сабақ жоспарымыз нәтижелі аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қорытындылай келе, пәнаралық байланысты нығайтып бірлесе жасалған жұмыстың нәтижелері мынандай. Метатанымдық нәтижелер. Топтық талқылау кезінде бір-бірімен әрі екі мұғалімнің де қазақ тілінің егерлері ретінде тілдесу арқылы оқушының коммуникативті дағдылары дамиды. Танымдық эмоционалдық қызығушылықтары арта түседі. Қазақ тілін үйренуге деген ынта қалыптасады. Пәндік нәтижелер. Қазақ тілінде өз ойларын еркін жеткізуге дағдыланады. Қазақ тілі мен география пәндері үшін ортақ лексикалық минимум меңгеріледі. Пәнаралық байланыс оқушының ақыл-ой белсенділігін күшін қозғаушысы болып табылады. Оқушылар талдай бастайды, салыстырады, салғастырады, заттар мен құбылыстар арасында байланысты іздейді. Логика, ойлау және коммуникативтік қабілеттері дамиды. Әдеттегіден гөрі олар сөйлеуді дамытуға, дағдыларды қалыптастыруға, қорытындылауға, қорытынды жасауға ықпал етеді. Әртүрлі жұмыс түрлерін қолдану оқушылардың назарын жоғары деңгейде ұстайды. Бұл сабақтардың тиімділігін көрсетеді. Танымдық қызығушылық оқушылардың
қиялын, зейінін, ойлауын, сөйлеуін және жадын дамытуға қызмет етеді. Зерттеушілік дағдыларын дамытады. Бұл белгілі бір мағынада ғылыми қызмет. Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін арттырады. Бұл мұғалімнің кәсіби қызметін жаңа кезең ғана емес, сонымен бірге ол үшін сыныппен қарым-қатынастың жаңа деңгейіне жетудің тамаша мүмкіндігі. Кіріктірілген сабақтар оқушының қиялды ойлауын дамытуға бағытталған. Рахмет, Жанар Қайырбекқызы. География пәнімен кіріктіріп, пәнаралық байланыс ретінде оқытудың жақсы жолдарын көрсеттіңіз. Тәжірибелеріңізде жақсы деңгейде жүзеге асып жатыр екен. Енді қалай ойлайсыздар, осы пәнді кіріктіріп оқытудың маңыздылығы қандай? Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін басқа пәндермен кіріктіріп оқыту тиімді деп есептеймін. Жалпы маңыздылығы тілді үйрену кез келген пән арқылы жүзеге асады. Негізінен крил технологиясы кіріктіріп оқыту шетел сабақтарына, яғни шетел пәндеріне маңызды болса, дәл сол сияқты қазақ тілі сабақтарында да басқа пәндер, жаңағы атап айтып өткенде география, Қазақстан тарихы сынды сабақтарда оқушының жас ерекшелігін ескере отырып өткізу тиімді және қажет деп есептеймін. Құрметті әріптестер, біз міне осы дөңгелек үстел барысында осы пәнді оқытудың әдістемелік ерекшеліктеріне баса назар аудардық. Енді келесі кезекте біз мынадай мәселені қарастырсақ, яғни осы сабақты зерттеу мәселесі қандай деңгейде? Сабақты зерттеу арқылы оқыту заманауи үрдіс тақырыбында педагогикалық шеберлік орталығы филиалының тренерлері және Кәкімжанқызы Опанова мен Дидар Төлемісқызы Каирова сөз алады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі форумда аса маңызды тақырыптар көтерілгендігі барлығымызға мәлім, және де барлық әріптестерді сондай бір ұйып тыңдап, өзімізге де өз тәжірибелерімізге қажетті болатындай біршама ақпарат алдық деп айта аламын. Енді біздің сіздерге ұсынайын деп отырған тақырыбымыз ол қазақ тілін сабақты зерттеу арқылы оқыту заманауи үрдіс тақырыбы. Аса маңызды тақырыптардың бірі, және де бұл тақырып бізді сабақты зерттеудің әлемдік ассоциациясының халықаралық конференциясына жолдама алынған зерттеу жұмыстарының бірі болып табылады, және де осы зерттеу жұмысымен сіздермен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Кез келген зерттеу қандай да бір жаңашылдықтан бастама алу қажет. Сондықтан да біз осы зерттеуіміздің негізінде осы жаңартылған білім беру бағдарламасы бүгінгі таңда біздің мектептерге қалай енгізіліп жатыр, қалай болып жатыр деген сияқты сұрақты көтере отырып, осы зерттеуімізді негіздей бастадық. Элизабет Kübler-Ross, Денис Джаффи және Синтия Скотт өзгерістерді қабылдау кезеңдерінде көрсетілген кәсіби талдауында қандай да бір жаңашылдықтар, қандай да бір өзгерістер мынадай бір тақтада көрсетілген 4 кезеңнен өтуі қажет деп айтқан болатын. Ол бас тарту кезеңі, қарсылық кезеңі, зерттеу кезеңі және содан кейін барып қабылдау кезеңі. Бізде қалай болды жаңартылған білім беру бағдарламасы? Ең алдымен біз бұл бағдарлама енгізіле бастаған кезде ең алдымен теріске шығару кезеңіне келіп тоқтадық. Мұғалімдер енгізілген өзгерістерді жан-жақты қарастырып талдамастан бірден наразылықтарын білдіре бастады. Түрлі наразылықтарды айтып кетуге болады, тақтада көрсетілген, және бірінші наразылықтың бірі оқушыларға баға қойылмайды, сондықтан оқушылар оқымай қояды деген бір наразылық білдірді. Келесі бұл кезеңнен өте шығып қарсылық білдіру кезеңіне өттік, және де бұл кезеңде мұғалімдер кәсіби проблемаларының барлығын жаңартылған білім беру бағдарламасының енгізілуімен тікелей байланыстыра бастады. Солардың бірі ретінде, мысалы, интернет желісі жоқ, және электронды күнделік жоқ, бұның барлығы жаңартылған білім беру бағдарламасына байланысты деп айтып отырды. Келесі бұл кезеңнен де өттік, әрине де, және де қазір біз сіздермен зерттеу кезеңіндеміз. Бұл кезеңде мұғалімдер енгізілген өзгерістерді өз тәжірибесінде қолданып талдай бастады деп айтуға болады. Бұның негізінде мынадай талдаулардың бірін атап өтуге болады. Оқулықты ресурс емес, негізгі басшылық ретінде қарастырғандықтан, оқу мақсаттарын жүзеге асыру идеясындағы бірізділік пен сабақтастықтың бұзылу қаупі туындап тұр. Яғни бұл талдауды біз бүгінгі таңда біздің Петропавл қаласындағы қазақ тілді мектептердің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің жұмысы бойынша зерттеп
көруді жөн көрдік. Және де егер де біз осы зерттеу кезеңінен өтіп, қабылдау кезеңіне өтетін болсақ, онда мұғалімдер оқу мақсаттарының бірізділігі мен сабақтастығын сақтай отырып, оқытудың 4 аспектісін жоспарлау, оқыту, оқу, бағалауды жүзеге асыратын болса, құзыреттілігі жоғары, білікті де білімді оқушылардың 21 ғасыр дағдыларын дамыта алатын, нағыз маман болып қалыптасуына мүмкіндік алатын болады. Енді осы зерттеуді бастаған кезде жаңа айтып кеттім, біздің Петропавл қаласындағы 6 қазақ тілді мектептің 6 қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімін таңдап алдық, және де бұл зерттеуге 120-125-ке жуық оқушылар қатысты. Бұл зерттеу бізде 4-5 ай көлемінде жүрді, және де осы зерттеуді бастамас бұрын біз ең алдымен осы жаңа зерттеуге қатысқан мұғалімдермен қосыла нақты қандай мәселе бар бізде, қандай проблема бар деген сияқты жаңағы біздің зерттеу маңыздылығының негіздемесімен салыстыра келе және осымен бірге байланыстыра келе біз мұғалімдермен нақты мынандай мәселе анықтадық. Қазақ тілі сабақтарында оқу мақсаттарын жүзеге асыру мұғалімдерге қиындық тудырады. Осыдан келе бізде мынадай зерттеу сұрағы шықты. Қандай да зерттеу сұрағын алсақ та, біздің зерттеу сұрағымыз нақты, қысқа және ұғынықты болуы қажет екендігін біз білеміз. Сондықтан да біз 5-ші сыныпта сабақ беретін қазақ тілі мұғалімдерінің оқыту дағдыларын бірлесе жоспарлау арқылы жақсартуға ықпал ету деген зерттеу сұрағын алдық. Енді менің сөзімді әріптесім жалғастырады. Рахмет, және енді мен жалғастыратын болсам, негізі мен қазір үдеріске тоқталамын. Біз не істедік? Жалпы біз 5 қадамнан тұратын әрекет жасадық. Оның барлығы жоспарланған болды. Межеленген уақытта осы 5 айналымнан біз өттік. Біріншісі ол жоспарлау, жаңағы жоспарлау, бақылау парақтарын дайындау, қандай сабақтар және қалай қатысамыз, келесі сабаққа бағдарды қалай белгілейміз, сол болды ең біріншісі. Өйткені біз қажеттіліктерді анықтау үшін бірінші айналымды бастадық. Екінші айналымның ерекшелігі ол біздің жалпы тек қана бақылау парақтары емес, сонымен бірге жаңағы жоспарлау барысын бақылау парақтары да қажет болды, және де оқушылардан сұхбат алу қажет болды. Осы нәрсені біз қостық екінші айналымда. Үшінші кезеңге келген кезде бізде оқушылармен байланыста болу біз үшін маңызды болды. Өйткені жаңағы біздің даму траекториямыздың мақсатты алыса бастады. Өйткені біздің бастапқы анықталған мәселеміз жаңағы оқушылардың қандай да көрсеткен жақсы тапсырмаларды жақсы орындауы және оқу мақсаттарын түсінетін көрдік. Және де проблема көбінесе мұғалімнің жоспарлауында екенін бізге мәлім болды. Одан кейін 4-ші кезең болды. 4-ші кезеңде тағы да жоспарлауға көбірек назар аударылды, және мұғалімнің жаңа lesson study'ға қатысып жатқан мұғалімдердің сабақтарын бақылау, оларға кері байланыс беру жұмысы жасалды. Одан кейін қорытындылар жасалды. 5-ші кезеңде біз міне мына ВОЛС конференциясына ұсынып отырмыз. Өткен жұмыстың бірі деп айтылып отыр ғой жаңа. Және осы кезеңде біз жаңа барлық құжаттарды дайындап, жариялап, осы ВОЛС конференциясына жұмысымызды жібердік. Негізгі өнім туралы айтатын болсақ, бұл зерттеудің өнімі бізде не? Ол жаңағы сабақты талдау парағы және де жоспарлау үдерісін талдау парағы. Одан кейін мұғалімдерге берген үлестірмелер, бірақ та бұның ішіндегі ең құндысы сол сабақты талдау парағы мен жоспарлау үдерісін талдау парағы. Өйткені сол парақтарға сүйене отыра жаңағы 3-ші және 4-ші қадамды өткен кезде мұғалімдер сол парақтың негізінде өз сабақтарын жоспарлай алды, және де жоспарлау үдерісі қалай болып жатқанын түсіне алды. Енді қорыта айтатын болсам, негізі мына презентацияда сіздерге көрсетіліп тұр. SWOT талдау жасалған, күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері көрсетілген. Жалпы негізінде зерттеуге қатысқан мұғалімдер бірлесе жоспарлау арқылы өз тәжірибесіне өзгеріс енгізу мүмкіндіктері бар. Сондықтан егер біз әлсіз тұстарын алдын ала ескеретін болсақ, онда жаңағы жоспарлауды жақсарту арқылы сабақта жаңағы оқу мақсаттарын тиімді өткізіп, олар жаңа оқушылар нәтижеге жете алады деген сондай біздің қорытынды бар. Жаңағы кері байланыс ретінде мұғалімдердің жазбалары бар, видео бейне жазбалары. Одан кейін қандай біз деректер жинадық, оның барлығын жинақтап жалпы бізде жинақ ретінде бар. Рахмет әріптестер. Сіздер енді өз жұмыстарыңызда қазіргі уақыттағы жаңартылған білім беруде мұғалімдер үшін нағыз қажет ақпаратты беріңіздер. Бұл зерттеу жұмысы
мұғалімнің кәсіби дамуы үшін де өте қажет бір құнды ақпарат болды. Енді қалай ойлайсыздар? Қазақ тілі сабақтарында іс-әрекетті зерттеудің ерекшеліктері қандай? Өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Бүгінгі күнде қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында, әсіресе қазақ тілі сабақтарында іс-әрекеттегі зерттеуді ұйымдастырудың маңыздылығы, яғни нақты айтқанда қазақ тілі сабақтарында тілдік дағдыларды дамытудың қаншалықты оқушыда тілдік дағдылар дамыған, немесе мұғалімнің осы тілдік дағдыларды дамытудың әдіс-тәсілдерін қаншалықты меңгергенін, өзінің даму деңгейін, даму траекториясы қандай деңгейде екенін білуге үлкен септік тигізетін дүние. Жалпы іс-әрекеттегі зерттеуді әр мұғалім жылма-жыл өзінің тәжірибесіне енгізетін болса, өзінің келесі бір даму сатысын анықтауға және өзінің әдістемелік тұрғыдан дамуына мүмкіндік беретінін бүгінгі күнде бүкіл әлемдік білім беру жүйесі мойындаған әдіс-тәсілдердің бірі болғандықтан, қазақ тілі мұғалімдеріне нақты осы бағытта жұмыс істеуге қолдану керек және қолдануды міндетті деп қолдану керек және қолдану біздің білім беру жүйемізді келесі бір кезеңге өткізетін дүние екені енді дәлелдеуді қажет етпейтін заңдылық деп айтуға болады. Рахмет пікіріңізге. Енді осы нақты қазақ тілі мен әдебиеті сабағында сабақты зерттеуді ұйымдастырудың ерекшелігін жақсы атап өттіңіз. Бұл енді мұғалімдер үшін, өзін-өзі жетілдіру үшін, өзін-өзі дамыту үшін ең қажетті іс-әрекеттің бірі деп ойлаймын. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі қазақ тілі мен әдебиетін оқыту, рухани және ізгілік сабақтастығы тақырыбындағы дөңгелек үстел барысында өз пікірлеріңізді ортаға салдыңыздар. Соның ішінде өз тәжірибелерімізбен жақсы байланыстырып, соған қатысты мәселені жақсы көтердік. Және осы көтерген мәселелеріміз келесі біздің жұмыс тәжірибемізде, еңбек жолымызда әрі қарай өз шешімін табады деп ойлаймын. Енді осы бүгінгі дөңгелек үстелдің қорытындысын шығарсақ, біріншіден біз оқушылар Абай және оның замандастары арқылы халқымыздың ғасырлар бойы жасап келе жатқан рухани құндылықтар әлеміне шығып, өмірлік ұстанымын қалыптастырады деген қорытынды шығаруға болады. Екіншіден, Назарбаев зияткерлік мектептерінде жүзеге асырылып жатқан жобалар оқушылардың рухани құндылықтарын дамытуда үлкен рөл атқаратынына көз жеткіздік. Үшіншіден, оқушылардың шығармашылық зерттеушілік әлеуетін дамытуда Абай поэзиясы мен Абай жолы роман эпопеясының мүмкіндіктері мол екендігін байқадық. Төртіншіден, қашықтықтан оқыту жағдайында Абай жолы роман эпопеясы мен Абай шығармашылығын оқытуда заманауи технологиялардың мүмкіндіктерін көрдік. Бесіншіден, пәнаралық байланыс пен сабақты зерттеу оқытудың сапасын арттырудың тиімді жолдарын көрдік. Құрметті әріптестер, бүгінгі дөңгелек үстеліміз осымен мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.